Сәлем достар, сәлем оқырмандар, сәлем менің коллегаларым, әріптестерім, бизнес-партнерларым. Всем привет! Бүгін бір өте тамаша күн, да, действительно, мен жаңа есіме түсіріп отырмын таңертең. Бүгін менің мектеп бітіргеніме 34 жыл болды. Ой, үлкен қыз болып қалыппын ғой деп. 25 мамыр, соңғы қоңырау соғылған күн, баршамызға құтты болсын. Бұл да біздер мектеп бітірушілер үшін өте бір сондай волнительный күн. Сәт сапар тілейміз 11 класс бітіріп жатырған түлектерімізге, ал студенческий өмірге жолдарың ашық болсын деп тілейміз. Мейрам да күшті мейрам, құтты болсын. Ал бүгін дейтін көп жерде 30 жылды, 40 жылдық тойлап жатырған сияқты, по-моему. Ал еще плюс динозавр, еще да. Мен тас дәуірінің адамын, тас дәуір. Всегда солай айтамын. Біздер тас дәуірде өскендер деп. Бүгінде бір сондай әсерлі, қызықты эфир болады деп сенемін. Құрметті оқырмандарым, достар, бүгін эфирге Аян есімді жігітті шақырдым. Ол жігітті мен өзім көп бір айлар бойы постоянно алдымнан инстаграмнан шыға береді да. Әдемі мотивация, әдемі оның историясы маған ұнады. И және ол жігіттің ұнағаны өзінің ойын прям ашық жеткізе алады да, спокойно тұрады да, прям нагло сөйлейді, соны ұнады да. Бізде мен батыс жақ кішкене наглость жақсы көреміз ғой. Болашақ нұрдиректор, действительно. Аян бұрын мектепте физкультура сабағынан білім берген жігіт екен, қарапайым мұғалім болған екен. Ал енді қазіргі таңда Инкрузис клубында, Инкрузис компаниясында әдемі бизнесін, кәсібін аяққа тұрғызып, топ лидерлердің қатарындағы мықты азамат жігіттердің бірі. Және жақсы нәтижелерін көрсетіп, өмірін жақсы жаққа өзгертіп жүрген жігіттердің бірі. Аяннан бүгін ештеңені жасырмай, прям әдемі сұхбат болады деген сенімдемін. Бәрін сұраймыз бүгін. Мұғалімдердің да, соның ішінде ер азаматтардың, мұғалімдердің кәсіпке деген көзқарастары қандай болатыны туралы, және жұмыстан шаршап жүрген, соның ішінде әсіресе жұмыстан шаршап жүрген, жаңа бір кәсіпті бастағысы келіп жүрген қыз жігіттер болар ортамызда. Сол адамдарға, мұғалімдерге особенно тоже да, бар ғой, бәр бірдей жаңағыдай 1000% мұғалім болып кетеді деп айта алмаймын. Сол 1000%-ның ішіне бір адам жаңа кәсібін дөңгелетіп кетсе, ол нұр үстіне нұр болады. Әр адамның өзінің жанұясы үшін. Ал сондай эфир пайдалы болады деген сенімдемін. Ал енді Аян, мен сені көріп отырған жоқпын. Аян, маған так. Аян, қайдасың сен? Аян мырза, таптым. Так, почему? Аян, так. Так, выйти в эфир. Так. Қосыл. Қостым Аянды. Ура! Привет, Аян. Сәлем. Сәлем. Сағат 2-ден бастап запрос жіберіп қойғам негізі. Сәлеметсіздер, қалдарыңыз қалай? Керемет, күшті. Ал мерекеміз бәрімізге ортақ, құтты болсын. Енді 5 минут уақыт өтіп кетті. Аян, давай іске көшейік дейін ба? Адамдар көп күтіп қалған сияқты. Аян, пожалуйста, бірінші өзің туралы әдемі тек қысқаша өзің туралы таныстырып кетсең. Есімім Аян болады. Негізі Жамбыл облысының тумасымын. Астанада 25 жыл тұрамын. 5 жыл мұғалім болғанмын, дене шынықтыру пәнінен. Мейраммен құттықтаймын.
бүгін мінекей менің бывший коллегаларымның мерекесі, иә, оқушылар бітірген оқушылардың мерекесі, және де ата-аналардың, иә. Сол баршаңызды құттықтаймын. Өзім сол салада 5 жыл жұмыс жасадым. Сосын инкрузта айтқан кезде қосылдым, иә, оны қазір айтып кетем. Өзімнің отбасым бар, 3 балам бар, 2 ұл, 1 қыз, Аллаға шүкір. Астанада 25 жыл тұрамын. И сол 2022 жылы 4 декабрьде маған инкруз туралы өзімнің сестренкам троюродный ауылда отырып осы бизнесті жасаған қыз маған 1 жыл бойы айтады негізі. Бірақ жаңағы мен қатты мән бермейді екенмін. И Астанаға келіп тұрып маған айтқан кезде мен сол кезде ғана тыңдадым. Осыдан да бір инсайт алып алыңыздар өздеріңізге. Өйткені ол таймай 1 жыл бойы маған постоянно ақпарат беріп отырды. И сол кезде мен 2022 жылы 4 декабрь тыңдап, ол кезде мұғаліммін әлі. И сол кезде бәрін түсініп, және де сразу сол күні презентацияға бардым. Алпамыс Шаримов, мен қазір менің наставнигім, білесіздер, Алпамыс Шаримов, исполнительный директор. Сол кезде аузым ашылып тыңдады, бәрі ұнады. И сол кезде сразу шешім қабылдап қосылдым. Содан бері менің өмірім түбегейлі өзгере бастады. Полностью. Ол кезде әлі жұмыс жасаймын мектепте, және де мен екінші жұмыс жасайтын, сенесіздер ма? Мен ол кезде жалғыз физрук қана емес, дене шынықтыру пәніне сабақ бермеймін, және де екінші мен тренер болып жұмыс жасайтын, центр доктор Бубновскийда. 2 жұмыс жасайтынмын, то есть таңертеңнен обедке дейін мұғалім, после обеда тренер болып жұмыс жасайтынмын. Сосын инкрузға тіркеле салып, қалай осы мүмкіндікті бөліспеске. Бәрін мен уже сразу коллегаларыма бастап айтып бастадым. Каз. Аян қыттай тұратыр. Кішкене қыттай тұратыр. Менде уже сұрақтар туындап жатыр. Аян, сен прям 1 жыл бойы саған тек инкруз, тек саяхат деп круиздің видеоларын жіберіп отырды ма саған 1 жыл бойы айтқанда? Или не деп айтты? Бұл жерде табыс табуға болады, бұл жерде саяхаттап жүріп, кайфовать етіп жүріп ақша табуға болады деп айтты ма? Не айтты саған? Сестренкаң? Өте күшті сұрақ қойдыңыз. Өйткені маған ол туралы айтпапты. Маған видеолар жібереді. Қандай? Жаңағы круиз туралы. Сол видеоларды мен ашпаппын. Потому что мен ашсам, мен қызығат едім. Анау лайнерде кім болғысы келмейді, былай қарасаңыз. Бірақ ашпаппын. Сондықтан бұл жерде бар ғой, адамға негізі подход басқаша жасау керек. Әртүрлі подход жасау керек қой, әртүрлі. Кездесуге ма, или жаңағы, ол туралы қазір тағы да сұрақтар. Енді ол дейтін, сестренкаң дейтін, ауылдық жерде отыр, қалай кездесуге шақырады? Иә. Вот видите, мен жаңағы тек қана қарындасым айтатын, жаным машин, давай сәлеміміз түзу болсын. Мен сетевой деген ғой ол кезде. Сол кезде сетевойда мен қарсы болғанмын ғой. То есть, понимаете, ер адам жоқ, сетевоймен айналыспаймын деп. Сондықтан мен де қазір де мысалы біздің де айналамызда әлі де отказ беріп жүрген адамдар бар ғой. Түсінемін оларды. Түсінемін, оларға подход табуға тырысамын. Тура солай мен де қарсы болып жүрдім. Сосын үйге келіп тұрып маған кішкене жеткізді ғой. Сенің қолыңнан келеді осы. Сен саяхаттап жүріп табыс табу керексің деген кезде, ал енді түсіндірші, не ол? Мен сол сөзге сендің бе? Саяхаттап жүріп ақша табасың дегенге, мысалы біздің ер азаматтар көп, енді ренжімесін ер азаматтар. Как есть айтайыншы? Как это қойшы дейді ғой Ләззат. Не гоняй, ер азамат ол конкретно темірмен жұмыс жасау керек, или конкретно 9-дан 6-ға шейін жұмыс жасау керек. Нормальным делом нужно заниматься. Осы эфирді көрсетесіз ол кісілерге. Мінекей қарапайым дене шынықтыру пәні мұғалімі, қазір топ-лидер, Аллаға шүкір, тек қана саяхаттап жүріп табыс тауып отыр, иә. Басқа жерде жұмыс жасамайсың қазір? Жұмыс жасамаймын, тек қана осы. Тренер емессің? Тренер да емеспін, иә. Тренер да емеспін. Енді, күшті сұрақ сенің неңнен да. Алпамыстың презентациясын тыңдап отырып, сен бірінші, чтобы осы шешімді қабылдау үшін, чтобы осы компанияға қосылу үшін, саған не түрткі болды? Қандай сөз түрткі болды саған? Не айтты? Жаныңа тиетін не айтты? Енді ол өзінің анау көп саяхаттап жүрген несін жаңа презентацияда күштілеп тұрып сатты. Соған қызықтым. Және де тегін саяхат дегенге.
Тегін саяхат. Сосын мен өзім сондай адаммын, по жизни рискованный, иә, любой нәрсені бастасам, алып кететін адаммын, иә. Мысалы, мен өзім тренер болып 10 жыл істеп жүріп, а почему бы и да, мұғалімді де көрейін деп бардым да, өйткені мен кезінде бітірдім академия спорт туризмді, иә, менің білімім магистратура бітірген жігітпін, иә, и мен оны да көре аламын. Оны да көріп, то есть әр нәрсені көру керек қой, мүмкіндікті негізі. бір ғана зарплатаға қарап отырған мен сондай ер адам түсінбеймін негізі. Мысалы, вот сондықтан әр нәрсені көру керек. И сол жерде де мен презентацияда давай алпамыспен сразу біткеннен кейін давай мені тіркеңдер, осылай рас па, мен табыс таба аламын ба? Иә, табасың, бірақ істесең ғана. Істеймін. Не істеу керек? Адамға мүмкіндік беру керек. Ой, оны оңай ғой. Басқа қиын емес қой ол. Все, мен бірінші айда сразу маркетинг. Мен келесі ақ күні безоплатникті жапқам, 36-тан. Келесі ақ күні безоплатникті жапқам. Сосын сол айда тіркелген күн декабрьде, сол айда маркетингті. Ол кезде бізде премиум деген жоқ қой, 15 адам тіркеу. Мен ол кезде бірінші сетевой ғой еще. Команда образование деген әлі дұрыс білмеймін. Лидер өсіру дегенді білмеймін. Не істеймін? 15 адамды өзім, бәрін, қайын жұрт болсын, достар болсын. Бұл жерде еще біз грубо айтамыз ғой, но шынайы ғой. Осы өмірге сен осындай жасқа келіп, сен өзіңе адамдарды қарата алмасаң, сен қалай, сен қандай авторитет сенде авторитет жоқ, значит, деп сондай айтамыз ғой негізі. Ол рас қой. А мен сол кезде 15 адамды білмеймін, прям алдында, давай, ничего не знаю, саяхаттайсың, тіркел. Бөтен адамдар, маған тіркелген адамдар бар. Жарайды, Аян, әйтеуір сен табысқа шықшы, біз саяхатқа бармай қойшы деген адамдар болды мен, қосылған адамдар. А сол кісі қазір саяхаттап жүр мысалы. Риза, өмірі шықпаған. Менің командамда уже, мен сізге күшті нәрсе айтайын еще, өзім мақтан аламын. Мен 3 жылда почти 1000 адамды шығардым уже круизға. Себепші болдым соған. 1000 адам. То есть кейбір адамдар мысалы, бірақ әркімнің жолы әртүрлі ғой. Мысалы, мен Паша Лидің лидерствосы, мысалы, қалай ол жаңағы жұмыс жасайды, тоже қызығамын, иә, ол ер адамдар, иә, клуб. Менің командамда ер адамдар да бар, бірақ үлкен кісілер де бар, но член клубтар көп қой менде, мысалы. Ну и партнерларында да көп, мысалы, менде. Енді ол кісілердің, мысалы, несін қарасаң, статистикасы, кеше ғана жақында, мысалы, сценада тұрып айтады ғой, мысалы, 6 жылда 500 адам шықты менің себепші болған дейді. А мен 3 жылда 1000 адам себепші болдым. То есть, мысалы, қазіргі таңда менің командам круизда жүр, мысалы, иә. Но бұл жерде қараңызшы, 80% өмірі шықпаған адамдар ғой командамда. Паспорт жасаттырмағандар. Вот, понимаете, сол ғой. Но әркімнің жолы әртүрлі ғой. Мен солай жасап жатырмын. Бірақ бұл жерде біз өсіп жатырмыз. Әр лидердан әр нәрсені аламыз. Немесе жаңағы кітап оқимыз, жаңағы трансформация. И соның бәрін қолданып, бізде лидер болып, бізде жаңағыдай жаңағы ранктар өсіп жатырмыз деген сияқты ғой. Түсінікті ғой, иә? Өте жақсы. Мына жерде бір қыз былай сұрақ қойыпты. Айтып жіберіңізші деп жатыр. Неше теңгемен тіркелдіңіз, ай сайын қанша ақша салып тұрдыңыз дейді. Ой, мүлдем $295 мен ол кезде айтып тұрмын ғой, мен премиум деген жоқ етін, өзім $295 мен тіркелдім. Келесі ақ күні 5 адамды қосып, сол 295 біз қайтып келеді ғой, білесіз, иә, сіз лидерсіз ғой. 5 адам шақыршы, 5 адам, сен салған ақшаңды қайтарып аласың. Содан кейін сен уже тегін саяхаттайсың. Тегін прям, все. А біз 15 адам қостында, уже маркетинг директор, уже табысқа шықтым мен. Кәдімгі табысқа, бірінші статус, маркетинг директор, қара карта егері, тегін саяхат. Получается, мен өмірі вообще осы кіргелі инкрузқа $100 салып көрмеппін ғой. $100 салып көрмеппін вообще. А менің екінші аккаунт, келіншегім аккаунт, ол да безоплатник, ол да лидер, региональный директор мен келіншегім. Мұғалімдердің бәрі мен сол кісіге қосқам кезінде. И өзі де лидер, мысалы, техника жағынан бәрі соған. Сол менің помощникім сияқты енді, в общем. И получается, екі аккаунт, ойлаңыздаршы, ай сайын 200 бонусный балл аламыз, $100 салмаймыз. И бізде копилкада 7 круиз бізде, Аллаға шүкір. Вот қарындасыңа тіркелдің бе, Алпамысқа ма деп сұрақ. Қарындасым, әрине қарындасым. Алпамыс сразу келді да, сіз кімнен келдіңіз деді.
Мен айттым, мінәйім, ой, мінәйім, менен Инстаграм арқылы тіркелген, анау ауылда отырған маркетинг директорым ғой менің деді. Иә дедім. Сол молодец деді да, ссылкасын жіберді ма саған деді. Иә, жіберді дедім. Все, сол жерде, сразу сол жерде прям қол алысып, тіркеліп, сразу 295 доллар. Соңғы ақшам еще. Соңғы ақшам. Сол 141 мың теңге ғой ол кезде тіркелетін кез. Соңғы ақша мен алдым да сол жерде шешім қабылдадым. Потому что андай бір прям менің қолымнан келеді деген сондай не болды да, сезім болды да сол жерде. Вообще презентацияға келу керек. Негізі шақырама, обязательно или тыңдау керек ана адам. Сізге ақпарат берді ма, до конца тыңда, бір сағат болсын, жарты сағат болсын. Өйткені біз лидерлар бәрін айтамыз. Минусы да, плюсы да. Но мен сізге айтайын, минус жоқ бұл жерде. Минус жоқ. Кейбір адамдар минусын да айтшы деп тұрады ғой. Минус жоқ. Минус ай сайын 100 долларыңды саласың, 100 долларын салған сен кішкенеден кейін сен 3-4 айдан кейін уже круизіңді броньдайсың. Ол саяхатқа саласың. Ал салғың келмей ма? Лидер атанып 95 доллар бизнесін сатып алды, біз сияқты тегін саяхатта. Вот. Так что Красавчик, сразу красавчик. сөйттім мен енді негізі. Молодец. Аян, сен қандай рангты деп сұрап жатыр. Мен сенің рангыңды сұрамадым негізі, шын айтайын. Национальный директормын мен. Национальный Аллаға директор, шүкір. красавчик. 2 жыл 3 айдама аштым. Мен 11-ші айда региональный директорды ашқам. Топ-лидер Конечно, мынадай немен иә. Сеньор маркетинг директорды 3-ші айда ашқам. Сеньор маркетинг директорды 3-ші айда ашқам. Ол сеньор маркетинг директор уже миллион теңге табасың ғой уже, былай қарасаңыз. Ол кезде әлі мұғаліммін, ол кезде тренермін. И сонда энергия прям уже бірінші жаңа маркетинг ашқан кезде табысты көрдім. Минус только путешествовать. Дұрыс айтасыз, міне келсем. Не ғой, жаңағы тіркелдім де табысты көрдім. Екінші маркетинг подтверждать етін табысты көрдім. Все уже табысты көргеннен кейін тоқтату жоқ. Сол кезде 2 күнде есімде 28 адам қосқан кез болған. 28 адам прям. Сол кезде сеньор маркетинг директор оңай ашылды мысалы. Сол 28 адамдардың кімдер болды? Таныстар. Өзінің, мен... Чисто таныстарың. Чисто таныстар, иә. Ана қайын жұрт дейсің ғой, ең күшті. Қайын жұрт та бар, бәрі бар. Бәрі бар. Өзің жұртың қосылды ма? Реабилитолог болдым ғой. Өзіңнің жұртың қосылды ма? Туысқан бауырларың. Иә, қосылғандар да бар, әлі де ойланып жүргендер де бар, әлі сенбейтіндер де бар. Ол болады. Просто өзің сынбау керексің ғой, самое главное. Ондай адамдар көп, әлі жақын, ең жақын досыңда әлі тіркелмеген адамдар бар. Кейбір достарың тіркелгендер бар, туыстарыңдар бар, әлі тіркелмеген. Қайын жұрт сөзіміз өтеді ғой, Аллаға шүкір. Қайын жұрттың бәрін тіркедім деп айтсақ болады. Күшті күйеу екенсің, сөзің өте қоятын, молодец. Всем бы такой күйеу бала, прям сөзін өтетін. Молодец. Керемет, прям сен өзіңмен сұхбаттасып отырып, мен ішінде бірдеңелер оянып жатыр бар ғой. Простой эфир болсын да, бір анандай қарапайым. Бұл жерде жаңағы байып кету туралы ғана емес, бұл жерде еркіндік туралы болсын. То есть мен қазір не ғой анандай жұмыстан уже жұмыс істемеймін ғой. Получается, мен уже отбасыма уақыт бөлем. Бұл жерде инкрузта не только саяхат. Бұл жерде сенде жаңағы дамисың, өзің. Мен мысалы инкрузға дейін, мен сізге айтайын, жай ғана физрукта не дейсіз? Даже армандауды білмейтін едім ғой. Жаңағы мақсат қоюды да білмейтін едім ғой кәдімгідей. Қазір уже план қоясың кәдімгідей, долгосрочный, краткосрочный деген сияқты мақсаттар қоясың, сондай ғой. Антарктида деген ойда болған жоқ қой, жыл бұрын менен сұраса Антарктидаға барасың сен десе, мен сенбейтін едім ғой, қайдағы Антарктида круизбен. Қазір біз келіншегіміз екеуміз достарымызбен почти 20 адам болып, первопроходцы болып Антарктидаға бар жатырмыз. Антарктидаға 2027 жылы броньдап қойдық, январ айында достар болып бәріміз 18 күндік круиз. Еще тағы бір 3-4 күн Бразилияда боламыз, сонда 1 айға кетіп бара жатырмыз ғой почти. Вот, ол 8-ші круиз еще. Ата-анамды шығарып жатырмын. Мен мамам да қарсы болған басында кірген кезде. Сен мұғалімсің, жақсы айлық аласың, 500 мыңдай аласың. Госслужба. Кәдімдей. Сен анау карантин кезде расымен мектеп құтқарды ғой, карантин кезде. Мен ойлаңызшы, дене шынықтыру пәні үйде отырып, еш нәрсе істемей, зарплата алып отырдық. Енді балаларға жаңағы дене шынықтыру жаңағы жаттығуларын істетіп қоясың, енді әрине видеомен немен. Но не ғой, расымен мектеп құтқарды сол кезде, госслужба құтқарды.
И инкрузда істеген лидерлар да айтады ғой, ол кездегі лидерлар тоже айлық алып отырды. Қандай, мысалы, екеуі қандай керемет, иә, мысалы. Госслужба и инкрузис тоже карантин кезде. И мамам кірген кезде жаңа инкрузқа, не қыласың жаңағы сетевой біреудің артынан жүресің ба айтып. Мен айтамын, мам, батаңызды беріңіз, саяхаттайсыздар зато. Қазір 2 круизға барып келді, 3-ші круизін брондап қойдық, мысалы, Аллаға шүкір. И жаңағы да басында тоже қарсы болған, а қазір даже директорын да өзі, мысалы, кетіп барған кезде, заявление жазып отқан кезде, Аян, тағы ойланшы, тағы ойлан, сен бізде ценный сотрудниксің, мұғалімсің, но сен ертең қайтып келем деп жүрме жаңағындай. Мен айтамын, жоқ, Құралай Балғабаевна, маған батаңызды беріңіз, давайте, мен осы жерде мен өзімді көріп тұрмын деп, сөйтіп мектептен де кеттім, Бубновский центрден де заявление жазып кеткен. Сол қандай доходқа шыққаны, жаңа сол сеньор маркетинг болғаннан кейін кеттің да жұмысқа? Иә, сеньор болып, аха. Уже миллион теңгеге шыққаннан кейін барып шықтың жұмыстан. Өйткені... Можно же так? Конечно, можно уже. Да. Уже 3 жұмыс болып кетті ғой сонда, менде, ойлаңызшы. Мектеп, кинезис и инкрузис. Да. Но можно совмещать, қараңыздар, можно же совмещать. Елдер жұмыстан шық демейміз ешкімге. Вообще жұмыстан, біздің Майкл Хатчсон не дейді, біздің наставнигіміз, біздің президентіміз. Пока сен қазіргі істеп жатқан айлығың 2 есе таппай инкрузистан, сен жұмыстан шықпа деп айтады. Дұрыс па? Конечно. Вот сол кезде ғана сен шыға аласың. А так параллельно алып жүре аласың. Бізде көп қой, әлі мұғалімдер, менің командамда 95 мұғалім бар. Әлі істеп жатыр, мысалы, мектепте. Но айлықта тауып жатыр, саяхаттап жатыр, мысалы. Супер. Енді менде мынадай сұрақ. Вот осы қазір бизнестің ішіндесің, конкретно, да, мотивацияға толы, да, өзіңнің действительно сөзіңмен ісің сәйкес келіп, да, өзің дәлелдеп тұрсың. Национальный директор дейтін күшті ранг. Оның доходы да керемет, былай қарасаңыз, да, айлық доходы. Енді осы ер адам ретінде, ер азамат ретінде айтасың ба, бұл кәсіптің, именно осы кәсіптің да ең қиын жері не болды, және ең керемет тәтті рахат жері не болды? Соны айта аласың ба? Енді бұл жерде вообще негізі осы бизнесте ер адамдар істейтін бизнес қой, негізі. Ер азаматтар істейтін бизнес. Қиыны енді отказ алу, әрине. Ер адамдар соған эгосы болады ғой жаңағы. Ой, мен ер адам болып қазір маған отказ берсе, мен не деймін сосын деп, сондай болмаса, но мен өзім байқап отырсыз ғой, мен отказдан қорықпаймын. Мен өзім жаңа Рита Дәуенова бар ғой бізде, сетевичка, исполнительный директор. Сол қыз айтады, 8-9 касание жасау керек дейді. Мен сондаймын. Пока мені блокқа қоймағанша сондай. Ең қиыны осы демесем, басқа жоқ. Вообще қиын. Негізі, білмеймін, түк қиын емес, негізі. Просто бұл жерде өзім шешім қабылдап, мен мақсат қойып, мен табысқа шыққым келеді, миллионер болғым келеді, саяхатқа ата-анамды шығарым келеді, отбасымды шығарым келеді, жылына 2-3 рет шыққым келеді деген мақсатпен кірсең, сен ер адам болып. Сен жаңағы мақсатың болса, ешқандай қиындық болмайды сенде. Мен серьезно айтамын. Потому что бұл жерде вообще қиын емес. Просто сен өзің іс-әрекетіңе жауап беру керексің, өз-өзіңе шынайы болу керексің. Ал сен жаңағы нәрселерді істемей, ой, ол сетевой істей алмайды екен, оны жаңағы әйел адамдар істей алады екен, или там сөйлеп қалғандар істей алады екен деген ойда болсаң, онда сен істей алмайсың. Онда сен өз-өзіңе жаңа шынайы жауап беріп, сен істедің ба, жаңа іс-әрекеттер жасадың ба, күнде 1-2 адамға ақпарат бердің ба, күнде 1-2 адам жаңағы ертіп, жаңа презентация бізде апта сайын болады. Бізде жаңағы велосипед құру керек емес қой. Бізде бәрі система бар ғой уже. Апта сайын бізде презентация болады. Кеше болды, мысалы, бізде Астанада, білесіздер ғой, Астана, Алматыда бізде жиі 200 адамға кем дегенде презентация болып тұрады. Сол жерге алып келші, мен өзім сондай презентация болмаса, білмеймін мен қашан тіркелетін. Может, жаңа сестренкам прямо алып тұрса, түсіндіріп тіркемесе, но ана презентациядан мен тіркелдім, алпамысты тыңдап. Вот сондай жерге өзіміз қалай өстік басында. Мен де сондай адамдар бәрін жетектеп, апарып сөйтіп өстім мен. Но соны істесең, соны істей алсаң, сен өсесің,
Сен жаңа бірінші маркетинг директор ашу оп-оңай қазір. Екінші ранг сеньор, сен уже миллион теңгелік табысқа шыққың келе ма? Все, кішкене жаңағы 2-3 М-ді өсір, немесе өзің жаңа мен сияқты әлі де тоқтамай істей бер, болды. Түк қиын емес негізі. Ал Қазір рахаты әлі де шақырасың ба клубқа адамды? әрине. Ой, еще как. Әлі мен күнде 10 адамға ақпарат бермей, мен үйге бармаймын, кафенеде отырсам. Немесе үйде отырып, мен 10 адамға ақпарат бермей, мен жатпаймын. Понимаете? Мен сондай постоянно презентация беремін. Ол обязательно. Вот сол осы қазіргі кәсібінің ішінде ең рахаты не болды? Рахаты, Ал енді кайфы. ең рахаты мынау балаларының анау круизді көргені. Мысалы, ой, олар енді уже развиваются по-другому, мысалы, сол шетелді көргеннен кейін. Оларда да, мысалы, инкрузға дейін паспорт болмаған, самолетке отырмаған. Қазір уже қанша круизда болды, мысалы, иә. Мысалы, бүгін, мысалы, сурет не қылып жатыр, легамен Дубайда нелерді салып, жаңа Миланда нелерді салып, маған WhatsApp-қа жіберіп жатыр. Міне жаңа ғана. Қандай? Оны барғаннан кейін ғой ол. Барып уже басқаша уже ойы өзгерді уже балаларының. Все, ол уже келесі круиз папа қайда барамыз деп отырады мысалы. Вот сол рахат. Ата-ананы шығару. Вот. Ата-ананы шығару. Келіншегімнің ата-анасын шығару. Келіншегім әлі де мысалы айтып отырады. Рахмет, мысалы, папа маманы шығардың ғой деп мысалы. Вот сол. Вот это есть. Осы үшін сен можно бұл жерде жаңағы эгоңды кішкене алып тастауға былай. И давай көрейін. Бұл жерде наставник өзіңе де байланысты енді, бірақ наставник сен жаңа тіркеген адам қандай адам? Ол да бірге сенмен бірге өскісі келсе, бірге жүріп, бірге презентацияға барыңдаршы. Болды, сенде результат болады, нәтиже болады. Болмайды емес. Но сен егер істемесең, әшейін бір рет істеп тағы отказ алып көрмесең, жаңағы болды, сен де істей алмайсың. Мысалы, менде бар адамдар қосылады да, ой, мен бәріне айттым ғой дейді. Так, давай, тоқташ. В общем, сен уже, қаншаға айттың? Бір 15-20 адамға ғана айтқан шығарсың. Даже ол да шықпайтын шығар. Давай санайық десем, расымен бір 10 адамға, и бәріне айттым дейді. Бесеу, оңға жетпейді ау. И бітті ғой сонымен, бітті сол, мен бәріне айттым, и маған отказ берді, мен істей алмайды екенмін. А біз күнде сол 10 адамға айтып отырамыз. 10 адам, анау бұрынғы 1 жыл бұрын айтқан адамға қайттан келіп айтып жайлап, болды ғой, көп ойлана бересің ба? Не болды? Көрдің ғой мен өмірімді, міне қарасаш, давай қосылсаш, бірге барайық соған. Әлі де кеш емес деп өстіп айтып қосамыз. Қаншама адам. Менде бар, мысалы, бір мұғалім 1 жыл менің стористарымды қарап отырып, Аян, кәдімгідей сен уже өзгеріп кеттің, кәдімгідей сен саяхаттап жүрсің. А ол адамдарда бізде бар ғой, тәкаппарлық бар, жазбайды, бәрібір хабарласпайды, бір болса да. Но біздің жұмыс қандай? Сол адамдарға бәрібір сол шетелге шықса екен деген ғой, сол, или лидер табысқа шықса екен деген бізде сондай ниет болса, намерение, иә, сенде болады нәтиже. И мен не істеймін? Ана кісіге ай сайын жазып тұрамын мен. И 1 жыл өтеді, 1 жылдан кейін ол кісі тұрады да, Аян, ал давай тыңдайыншы сен. Көрдім стористарын, көрдім, көп қыдырып жүрсің, анда барып жүрсің, мында барып жүрсің, давай тыңдайыншы дейді. Тыңдайды, қосылады, 1 айда маркетинг директор болып шығады ғой. Круизға барады. Екінші круизға Америкаға барып келеді. 10 жыл виза алады. Қарасаңшы қалай. Жай ғана қарапайым мұғалім. То есть ондай пример, менде айтып тұрмын, 1000 адамнан уже неше түрлі примерді ойластыра беріңізші. 1000 адам круиз. Кеше, мысалы, қазір круизда жүр, 75 жаста досының мамасы. Досыма да мен көп, 2 жыл болды жеткізгеніме. 2 жыл тыңдамады мені. Мен айттым, мамаңды ойлашы хотя бы. Уже басқаша подходтар да керек қой, мысалы. Өзіне айта берін. Мамаңды шығаршы. Уже ана ойланып қалды да, тіркелді, премиумға тіркелді, кішкене салды, круиз броньдадық. Мамасы қазір круизда жүр. Енді видео жіберіп жатыр ғой маған. Аян, сенің арқаңда, сен үйге келіп тұрып еще түсіндіргенің арқасында, қазір мен жасарып кеттім. 75-те мен дейді. Мен инстаграм қарасаңыздар болады, салдым осы жақында. 75-тегі апа, міне, тіл білмей, шетелде жүрмін, Миланда, Римда. Но жасарып кеттім дейді. Сондай пример менде 1000 видео бар ғой, мен жібереді. Сондай. Осы үшін қалай жұмыс жасамайсың, осындай алғыс аласың еще. Керемет.
Сол үшін Ая, тоқтамау керек, айта беру керек, айта беру керек. супер. Мен қоятын сұрақтардың бәрін конкретно айтып тастадың ғой, прям бүйтіп. Мында может бар шығар сұрақтар. Да. Прям сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, сұрақтарыңызды қоюға болады. Да, в основном өздерінің Иә, міне дұрыс айтады мінекей. Осы инкрус компаниясы болмаса, болмаса, да, бармас еді да, сөйтіп. да. Иә, ол менің командамда да сондай көп қой, Өте көп член қой, клубы өте партнерлар көп. өте көп. Мұғалімдер особенно. Мысалы, менің мұғалімдерім уже Америкаға барып жатыр. Осы Мгм. июньда кетіп бара жатыр, мысалы, Америкаға. Мұғалімдер, Қарапайым представляете? мұғалімдер. Скажите, Қарапайым да? мұғалімдер. Шын мойындау керекпіз ғой, шыны керек та, осы инкруз біздің рынокқа кірмесе, Қазақстанның рыногында кірмесе, жаңағыдай, оны дұрыс жүргізілмеген болса, онлайн бизнес қой еще бұл. Бұл дейтін оңай шаруа емес, онлайн бизнесті тұрғызу, продуктысы жоқ компанияны тұрғызу, Қазақстанда соның ішінде оңай шаруа емес. Оның бәріне бізге мықты себепкер болған, мықты бәрімізге көшбасшы бола білген Сұлтан Ахметжановаға мен күнде алғыс айтуға шаршамаймын. Себебі өзім как сетевик осының бәрін дұрыс түсінгеннен кейін мен айтам, молодец деп та, вообще вот қандай күш керек бұған деп. Ал жаңағы 5 адамның 10 адамның айтқан отказын баш дейсің ғой, парам жайнаған дейсің. Олар, Вот. мен сізге айтайын, олар отказ берген де жоқ қой. Олар Иә. бәрібір тіркеледі ғой. Олар қайда барады, бәрібір тіркеледі. Просто сен олармен жұмыс жасауың керексің. Уақыты келмей жатыр да. Просто уақыты келген жоқ. Иә. Иә. А сен осы инкрузға тіркелдің, сен айтып тұрмын ғой, сен мақсат қойдың ба? Мен миллионер болғым келеді. Мен жаңағы лидер, жаңағы карьерный рост. Бұл жерде карьерный рост бар ғой. Мгм. Біздің заветный мақсатымыз қандай? Борт директор болу ғой, мысалы. Вот. Енді сол мақсатын қойсақ, сенде видение болу керек қой. Жарайды, қазір мына адам отказ берді, сен басқа адамды ізде. Кто с тобой пойдет по пути? Все. Бір адам қосылды ма, сен лидерсің уже. Сол адамды дұрыстап түсіндіріп, сол адамды круизға жеткізіп, сол адамға безоплатник қылшы, собственно, өзің ғана болмай безоплатник. Все, сен уже командаң өседі деген сөз. Красавчик. Мына жерде күшті сұрақ қойыпты. Күйеуім вообще сенбейді, қалай оятсам болады дейді. Иә. Сенен бір тебесің деші. Енді Солай оятасың. бірінші очередь күйеуіңізді жаңағы презентацияға алып келу керек. Да. Алып келу керек. Көрсін басқа ер адамдар айналысып жатқанын. Или осындай эфирларды, біздің эфирларымызды көрсеттіңіз. Да. Иә. Басқаша никак, да? Енді менде көп случайлар болды, даже Қандай кейстарың бар? Сондай сенбейтін күйеулерді оятатын кейстарың бар ма? Бір сондай абракадабра дейтін бір заттарың бар ма? Сенің. Ондай бәрімізде жоқ шығар, ондай күйеулерге. Ондай бәрімізде жоқ шығар, ондай. Өйткені бәріміз осындай нәрсемен сталкиваемся же. Ну. Күйеу сенбесе, жаңағы не ғой? Наставнигім мысалы, тройной созвон дейді ғой, тройной созвон сөйлесіп, сөйтіп кішкене ортаға шақырып, сөйтіп қана болмаса, басқа білмеймін енді қалай. Сосын енді әйелдің дейтін, қазақта айтады, күшті қырық айласы бар дейсің, жайлап бір айлаңды қоссашы дейсің да, жайлап. Енді білмеймін, әйеліне сенбейтін еркек, не еркек? Иә, жоқ, тіркелмеген адам өзі презентацияға келіп, күйеуі сенбей тіркелмейтін болса, онда мен басқа бір жолы бар. Ол лайфхакты айтсам болады. Ол енді мысалы бізде Наталья Шевела күшті айтады осыған. Ол айтады, и мен соны пайдаланамын негізі, қолданамын. Получается, сіз жолдасыңызға прям кешкісін тамағыңызды дайындап, күштілеп тұрып, жаңа әдемі киініп, сосын айту керек. Жаным, мен істегім кеп тұр бұл инкруспен. Мен саяхаттағым кеп тұр. А сен мені жақсы көрсең, берші осы мүмкіндікті. Жарайды, ақша берсең, бермесең, жарайды, мен өзім ақтабам. Бірақ сен қарсы болмай мені қолдай аласың ба? Деп осылай айта алатын шығар енді әйел адам, бір-бірін жақсы көрсе. Сен менің күліп ойнап жүргеніңді, менің энергичный болғанды қаламайсың ба? Деп осылай айтса, мен әйелім кеп сөйтіп маған айтса, мен инкрузға тіркелмеген күні болса, әйелім кеп тұрса, мен жоқ, үйде отыр демейсің ғой, или отыр жаңағы қабағын түйіп деп, или айтпайсың ғой. Сондықтан сондай тәсілмен сен ер адамды көндіре аласың.
ал ол әйел адам тіркеліп жинап болсын бизнес істей алмаса или бизнес істеді безоплатник болды, директор болды, табысты болды, саяхатқа шығады ғой ол, сосын ол жанады оның көзі лайнерді көрген кезде. Ондай случай менде мынандай көп. Или же айтпай тіркелді, тихоря жинады, сосын круиз броньдап билет алған кезде все, кеттік, шал, жүр кеттік, круизға барамыз, сөйтіп айт. Солай істесін. Енді осындай екі жол. Мен просто тіркелген, мен жаңа сұрақты түсінбей тұрмын. Сіз тіркелмеген адам болса. А Да. тіркелген адамың болса уже, сен ортаға алып кел, презентацияға алып кел. Или біздің эфирларды көрсін прям. Давай перед сном осы Аянның эфирін көрейікші, бір жатар кезде, кино көргенше. Давай осыны көрейікші. Если сен шынымен де мақсатың болса, осы жерде жолдасыңды оятқың келсе, инкрузда. Жолдас мен қатарлы болса, даже бұл жерде жасқа қарамай, міне кеше Пашталидің сценада 70 қаншадағы кісі, 67-дегі кісі сеньор ашып жатыр мысалы. Ондай көп қой мысалы примерлар. Да. Вот, поэтому соларды сату керек, соларды істеу керек. Әр адам өзі іс-әрекет жасай беру керек қой, әйел адам болсын, ер адам болсын. Аян, сізге күшті қосыламын, иә. Еще мына жерде біздің Дастан былай жазыпты. Жайнаков Дастан. Күйеулеріңді мазаламаңыз дейді, иә. Сіз өзіңіз жай әрекет жасаңыз, в лучшем случае МД, СМД болып, ақшасын көрсет дейді. Ол да жақсы. Но өмірде андай қырсық күйеулер болады, действительно бар. Андай болады бір көгеріп тұрып алады. Бір білмеймін, ерегесем, түсінбеймін ондай күйеулер, білмеймін ондайды. Сондайды кездестіріп жүргесін айтып жатыр да, көп адам сұрағын қойып отыр. Қалай оятуға болады деп. Ондай жігіттер вот просто запрет береді да, просто жасамайсың дейді да. Сен ол кезде қалай әрекет жасайсың да? Вот мысалы, жаңа сөйтіп тұрған ер азаматқа, мне кажется, жаңа Наталья Шевелланың айтқанын, пожалуйста, просто маған бата берші, болды. Тек просто мешать етпес. Енді жайлап, енді күйеуің ғой, жайлап, жаным деп айтсаң. Түнде бір нәрсе қылып. Любой ер азамат дейтін күшті ғой негізі. Сынады ғой әйелі болғаннан кейін. Күшті ер азамат дейтін күшті ғой, күшті олар дейтін. Оны сынбайтын еркек болмайды, сындыра алмайтын әйел болады. Вот так вот. Дұрыс айтасыз. Осыны менің командамда болды ондай. Күйеуі маған звондап, маған ақшам қайтар, ана әйелім $100 салып отыр. Мен тут при чем? Бірақ енді менің личкам жаңа мұғалімдер ғой. Мен айтамын, ол маған беріп жатқан жоқ қой. Ол өзінің счетына салып отыр. Ертең барасыздар саяхатқа, бармаймыз ешқайда. Ол да бармайды. Ақшамды қайтар дейді маған. Сосын круизға барды. Мен әйтеуір бір нәрсе қылып айттым, не істесең соны істе, бірақ ол ақша өзіне салып отыр, маған салып жатқан жоқ деп. Сосын круиз тез броньдап беруге көмектестім ол кісіге. Лидерім ғой енді все-таки лидер. Қазір маркетингке жақындап қалған кісі, бірақ безоплатник ұстап жүр. 4-ші круиз уже кетіп бара жатыр. Сол кісі жолдасын алып барды круизға. Келгеннен кейін сразу келіп тұрып маған кешірім сұрады. Келіп тұрып кешірім сұрады. А қазір ол жігіт уже Америкаға барып келді даже. Күйеуі. 3-ші круизін. Ал керек болса. То есть ондай примерлар көп. Просто әйел адамға байланысты. Сен просто чуть шыдау керек та, басында чуть шыдау керек та осыған. Мне кажется, любой ер азамат қолдайды. Любой ер азамат қолдайды. Это 100% гарантия вот осы. Потому что любой адамның осындай кездесіп жатыр ғой, поэтому айтып отырмыз да. Бәрімізге де, мысалы, менің де күйеуім кезінде во время пандемии тіркелдім ғой, мен 20-шы жылдың январында. Сосын бастап $100 жинап жатырдым да, мен, например, $100 жинап бастайсың ғой. Сол кез енді не басталып кетті, пандемия басталып кетті. Жолдасым дәрігер реаниматолог, жаңа не пандемияның ортасында жүр, күнде қара мешокпен кісілер өліп жатыр да, например. Сол кезде маған айтты, қайдағы круиз деп, жазу қайдағы круиз, қайдағы не? Жап аузыңды деді маған. Жап аузыңды. Ешқандай $100 салмайсың да, жинамайсың да. Осыдан тек соған ақша жинап жатқан көрейін деді да. Жап аузыңды деді. Бұл пандемия 4-5 жылға шейін бітпейді деді. Сосын мен не істедім? Өтіріктен дурочку включила сол жерде. Окей, дедім де, ішімнен, дедім де, жайлап $100 деп мен өзім карточкамен төлей берсің ғой, өстіп төлей бердім. 3 жыл жарымға шейін дыбысымды шығармай
$100 жинап келдім. И 23 жылдың августінде барып круиз брондайтын кезде оны прям перед фактым қойдым ғой. Міне менің кабинетімде осынша $6,800 ба $6,000 ма жинап қалған. Міне жүрсең жүр, жүрмесең баланы алам да кетем Европаға деп. Айттық та деп. Қайда лақатырым бәрі жайына қалды ғой, айтқандардың бәрі. Живой пример Европадан өзіңізде бір екен ғой. шықтық қой. Вот Живой 2 пример рет өзіңізде Европаға екен. бардық. Иә. Пример өзіңізде екен ғой прям даже. Содан мысалы дейтін жолдасымды мен сол именно круизге барып жолдасын таныдым ғой. Мен жолдасым дейтін андай ешкіммен сөйлесе алмайды, ешкіммен тіл табыса алмайды. Мен тек алдына түсіп алып 20 жыл бойы түсіріп алып жүгіре бергем ғой өзім. Сосын сен тұра тұр мен айтайын деп та. Ойладым сол ешкіммен тіл табыса алмайды, ешкіммен сөйлесе алмайды. Я сама деп жүрдім ғой. Шетелге шыққанда, Европаға шыққанда мен ешкім болмай қалдым ғой. Жолдасым бәрімен прям бәрін чики-пики қылған кезде мен отырып оған ғашық болдым да қайтадан. Соны баламыз отырып видеоға түсіріп алған ғой. Мен оған ғашық болып, кері мен саған күйеуге шыққым келеді деген андай прикольный әңгімелер айтып отырғанда, баламыз жайлап отырып видеоға түсіріп алған бізді. Содан кейін біздің неміз вообще сол после круиза андай болады ғой, вообще ұрыспаймыз. Баяғыда мен деп ұрыса беретін едім, бастап кете беретін едім, өзім ұрысты. Қазір тыпысын шығармаймын ғой. Иә деп құтылып кетемін. Либо мен қартайып жатырмын, либо менің ақылым кірді. Но круиз менің ақылымды кіргізді, соны білем. Иә. Вот осындай случайлар күшті енді, действительно, вот прям бәріміз өзгеріп жатырмыз, бәріміз. Отбасы да жақсы болады, өйткені өмірде саяхат қосылады, өмірде жаңағы орта, өмірде айттым ғой, менде инкрузқа дейін ойлаңызшы, үйде көрмейсің, таңертең жаңағы мектепке барасың, түстен кейін екінші жұмыс, кешке келесің, еще таксовать етемін, сөйтіп жүріп үйді шаршап келесің, иә. Қазір сен үйдесің постоянно, жаңағы шетелге шығып тұрасың жиі. И мында неше түрлі ортаға жаңа бірге келіншегімізбен барамыз, ол да региональный директор. Тура сіздікіндей болып тұр ғой, біздікінде, Аллаға шүкір, махаббат, бәрі жақсы, шүкір. Қазір дейтін әңгіме басқаша айтасың ғой. Сосын мен еще 3-ші круизімде енемді, 85 жасына енемнің подарка жасап, осы қыста алып шықтым да, қайынсіңлімен енемді алып шықтым. Вот сол 20 жыл бойы енемді танымаған, мен круизге барып таныдым 7 күннің ішінде, маманы танып, қазір енеме аузымды ашпаймын ғой деп жүремін да, бірдеңе деп жатса деймін, потому что узнала я ее конкретно. А бұрын деп шығатын едім да, өйстіп. Ал действительно отбасылық құндылық мені прям өте прям андай бар ғой, ғашық болғанда да ғашық қылады. Сондықтан мына көп оқырмандар да, көп адамдар қазір қарайды біздерді да, білмеймін не қарап отырғандарын, может әлі сондай уақыттар келмей отырған шығар, мүмкін деп ойлаймын да. Қарай бермеңіздер, соларға бір кішкене болса да бір түрткі болайықшы, жаңа армандарын оятуына, мақсаттарын айқындауына, может бір қадам жасауларына түрткі болсын деп. Бір шешім ғана жасасаңыз болды. Сізде де осы қаншама адамдар өмірлерін өзгертіп жатыр ғой, қаншама лидерлар. Национальный директор деген біздің өзімізде бір 200-дің үстінде ғой, мысалы, былай қарасаңыз, Қазақстан бойынша. Біздің өзімізде қаншама командамыз бар, 500-ден астам бәрімізде. Бәріміз жақсы табыстамыз, мысалы, ойлаңыздаршы. Бұл жерде егер біздің қолымыздан келсе, бәрінің қолынан келеді деген сөз. Бәрінің қолынан келеді. Ал жаңағы ойлай берсең, ой жоқ, сетевой бизнесте жаңағындай көп қой адамдар ойлайды, жоғарғы адамдар ғана байиды, анам жоқ. Қазір келді, сондай ойда болсын, давай мен саған маркетинг дұрыстап істеп берейін. 6 адам қосты, міне, шық табысқа. Міне сен ертең осы прям жақсы істеп, сен менен де асып кете аласың, егер прям жақсы табысқа шыққың келсе. Бұл жерде ондай емес деп, просто жаңа шешім ғой. Сол адам шешім қабылдау керек. Расымен, давай, мен де саяхаттағым келеді, мен де жаңа табысқа шыққым келеді деген адам болса, осы жерде, әрине, біз не үшін өстіп эфирға шығамыз, осы адамдар шынымен де саяхаттасын, осы адамдар қосылсыншы деп. Мысалы, мен мұғалім, қаншама мұғалімдер әлі саяхаттағысы келеді ғой. Қаншама, бірақ кейінге қалдырып жүр. Сол кісілер кейінге қалдырып жүр. Қарайды,
қызығады, бірақ кейінге қалдырады. Кредит бар, үйде ремонт бар. Бір жыл ремонт істемей ақ қойшы, сол бір жыл сол саяхатқа барып келші, все, сенің ойың өзгереді. Сенің сол круиздегі статусқа қойда айналаңдағы адамдар шықсыншы, сөйтсең, сен лидер де болып кетесің. Табыс келесі круизің уже тегін болып тұрады ғой уже. Немесе инкрузда нені үйретеді? Саяхаттауды үйретеді. Инкруз клубы именно, саяхатшылар клубы. Сен келесіңде 3-4 ай жаңағы или жинайсың, мысалы, ай сайын $100 болсын. Но 9, сосын жинап бір определенный сумма жинайсың ғой. 9 ай бұрын броньдайсың ғой круизді. Но сен 9 ай бұрын сен билетіңді аласың, визаңды жасата бересің. Соны үйретеді. Барып келесің жаңа 9 айдан кейін. Келесі круизіңді сол круизде жүріп, немесе келесі алып, уже басқа маршрутта өз-өзің сен жаңағы не қыласың ғой, өз-өзің жоспарлайсың. И сөйтіп сол круиз, саяхаттауды үйретеді ғой инкруз деген. Қаншама адам әлі саяхаттамай жүр, мысалы. Қаншама адам. Қаншама мұғалімдер бар. Мен өзіме мақсат қойдым. Өзімнің бұрынғы істеген мектебімде 250 мұғалім болатын. Қазір уже көп шығар, білмеймін енді. Но сол 250-дің бәрін инкрузға тіркелмей қоймаймын деп. Вот сондай. И Аллаға шүкір, сол мектептен бір мен 95 мұғалім қосылды ғой өзінің мектебінен. Соның бәрі почти барып келді круизға. Бәрі. Молодец. Поэтому, блин, Вот қандай керемет іс да біздің жасап кәсібіміз. Мен ана тоқтамаудың несі ғой ол. Солар шықса екен деген ғой. Расымен шықты ғой олар. Шықты, алғысын айтып жатыр. Риза. Сондай. Сенің қарапайым кеңесіңді де алды деп ойлаймын да. Мұғалімдерге, қыз-жігіттерге вот бір өзіне бір жаңа кәсіп бастағысы келіп жүрген, өзінің бір өмірін өзгерткісі келіп жүрген. Мысалы, біздерді көбіне жай қарапайым мұғалімдер қарайды да, жай қарапайым адамдар да қарайды. Бұл специально осындай кейстарды дайындап қойып жатырмыз да. Мысалы, физрук болдым дегенге, міне Аянның несін көр дейсің да. Мысалы, композитор болдым дей ма, міне, мә деп екінші адамның, мысалы, сөйтіп көрсетеміз да, прямой эфирларды алып, міне осыны тыңдашы деп. Өзің сияқты адамдар деп та. Вот сондай адамдар қазір көбіне қарайды бұндай эфирларды. И мен ойлаймын, сол адамдарға, сондай адамдарға Аян, сенің әңгімең өте бір андай шыны керек, бір андай бір түрткі болады деген сенімдемін. Егер ол адамның жүрегімен мына жері ашық болса, ол адамға түрткі 100% түрткі болады. А если жабық болса, пока ешқандай, ничего не хочет человек, что поделаешь, да? Ондай адамдарға біз ештеңе істей алмаймыз. Сол үшін ашық болу керек. Сол үшін тыңдау керек. Өйткені сен бұл жерде еш нәрсе ұтылмайсың ғой. Жаңа айттық қой, минус тек қана саяхат деген сияқты. Ұтылмайсың. Бұл жерде табыс та бар, саяхат та бар, орта да бар. Бәрі бар. Өсу де бар, даму да бар. Бәрі бар ғой. Ал, видейді, Аян мырзаның кредиті жоқ па екен деген сұрақ қойыпты. Нацкранк дейді. Кредитім бар ма деп сұрақ қойыпты. Кредитім бар. Кредитім бар, кім бұл сұрақ? Не үшін алдың ол кредитті? Үй алдым, үлкен үй алдым. Міне, инкрузға келіп үй алып отыр, мысалы. 4 бөлмелі набережныйда керемет қымбат үй алып отырмыз, мысалы. Аллаға шүкір. Соны кредитта емес, рассрочкада. Так что Аллаға шүкір. Классно. Өте керемет. Почему бы и нет, да? Бұндай мүмкіндікті пайдалану керек. Бірақ Құдай қаласа жабуға цель бар ғой, цель. Біз цель қоюды, мақсат қоюды үйрендік қой. 2026-та барлық кредитті жабу. Ол бар. Мысалы. 2026-та жаңа салоннан көлік алу. Аллаға шүкір. Сондайлар, И соны жазсаң, сен де мақсатты жазсаң, сен орындалады ол. Тыңдаушылар, немесе лидерлар бар ғой мұнда. Жазбайды ғой. Келсестер ғой. Жазбайды. Мақсат қоя білмейді.
жаңағы мысалы армандап та ғана қояды, ой бізде иә бұйырған күні барамыз ғой сол саяхатқа. Но жазбайды. Сен сол үшін неге бар дайынсың, неге жаңағы не істеуге дайынсың? Иә, мысалы Да. тіркеле сал $295. 5 адамға мүмкіндік бер, тегін саяхаттайсың ғой, болды ғой. Болды ғой, түк қиын емес қой. Но сол адамдар, қаншама қарапайым адамдар соны істемейді ғой, соны білмейді ғой, жүре береді. Бір күні барамыз ғой, кішкене уақыт өтсін, қартайғанда барамыз ғой. Өмір деген бір-ақ рет беріледі. Сен қазір уже шешім қабылда. Қазір шешім қабылда, қазір жаз сол блокнотқа. Мен 2026-ның, жарайды, 2026 жаз уже болды ғой. 2027-ның жазына мен баруым керекпін. Анау Парижде болуым керекпін келіншегіммен. Ләззат, Аян, осыған бару үшін мен не істеуім керек, айтшы. Ол біз сіз береміз ғой, бәрін айтамыз ғой. Осылай істейсің, болды. Соны істесе, барасың ғой. Соған әрекет жасалса. Осы эфирді қарап отқан адам қазір ойлансыншы, расымен. Біз ешкімді ренжіткіміз келмейді, ешкімді ренжітпейміз, ешкімге жаңағы қатты айтпаймыз, иә. Но біздің ниетіміз солар. Бізді қарап отқан адамдар, шықпаған адамдар шетелге шыққанын қалаймыз ғой. Но сол адам қазір ойлансыншы, и расымен бізге жаза қойса, давай тіркелейінші, түсіндірші маған. Мен шынымен де бара аламын ба осы 2027 жазда жаңағы Парижге, Римге сразу. Үш мемлекетке барасың сразу сол кезде. Бітті. Біз соны жазып береміз ғой. Соны істесе, болды ғой, барып тұр ғой. Бірақ өзіне сұрақ қоямыз встречный. Сен тегін барғың келе ма? Или осындай ақша салуға дайынсың ба? Но сенің мақсатың бар болып тұрса, сол ақша салам дейсің. Но біз айтамыз ғой, бір күн кофеден бас тарт, бір күн таксиден бас тарт, анау жерге барма, үйіңді ремонттамай тұра тұр, анау мынау деп айтамыз. Но шетелге мақсатың қойдың ба, жаңа мен барайыншы осы келіншегіммен. Сен барғың келмесе, келіншегің барғысы келіп тұрған шығар ана Парижге мысалы. Бара аласың ғой, барып тұрсың ғой. Просто шешім, бір ғана шешім. Поэтому барлықтарыңызға айтамын. Осы эфирді мен де ертең бұл сақталып жатса қазір, мен де әлі мұғалімдерге де жіберем, басқа да адамдарға да жіберем, ер адамдарға да жіберем. Но расымен біздің қолымыздан келсе, сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Да. Сетевой бизнес істегің келмесе, бәрібір барасың шетелге. Мақсат қойдың ба сол Парижге бару, все барасың. Антарктидаға барғың келсе біз сияқты, ой, ол тек қымбат ол. Ол үшін енді кішкене көп жинау керек, немесе біз сияқты енді лидер болып қара карта егерімен бару керек, я қара карта болу керек. Қара карта егері, что там маркетингдер 6 адам ғой, 6 адам қоста, қанша ақша табасың. 6 адамның үші саған алғысын айтады. И все, сен де Антарктида барып тұрсың ғой. Аллаға шүкір. Антарктида бізде қымбатқа шықты ғой негізі. 2 адамға ма? 2 адамға, иә. Үйден 2 адам болып баратсыңыз да? Иә, келіншегіміз екеуміз. 18 күндік круиз ба? 18 күндік круиз да, сонда? 18 күндік круиз. Ол тоқтап барады ғой, білесіздер. Тоқтайды, 4 күн Антарктидада тұрады. Жаңаға неде тұрады? Ушуая дейді. Великобританияның южная столица. Ол жерде Фолклендский острова дейді. Вообще керемет пингвиндер бәрі сол жерде. Бразилияға барамыз. Құдай қаласа, ойлаңыздаршы, 3 жыл бұрын сен Бразилияға барасың, сен Антарктидаға барасың десе, мен сенбейтін едім. 2027 жылдың январында деді Айнура. Я уже бір 6 ай қалды ғой уже. 6-7 ай қалды. Вау, круто. А вот если не секрет, можешь озвучить? Болады ма айтуға, болмайды ма? Эфирде айтылмайды ғой. Эфирде вообще бізде сақталатын эфир болса, ну не стоит лучше. Да. Жеке айтуға болады. Иә. Жеке жазсаңыз айтамын ғой. А так бұл сақталатын болса, бізде вообще болмайды. Ақша туралы, не туралы айтуға болмайды. Табыс бар, жақсы шүкір. Табыс бар. Сосын саяхат
тегін. Бірақ тегін дегенде де сен еңбек етесің, бонусный балмен компания бонус ретінде бізге поощряет. Иә? Вот сондай. А так тегін, кейбіреулер өстіп тегін деп айтсаң, елдер түсінбейді ғой тегін деген. Қалай ол тегін? Лохотрон дейді. Тегін деп айтсаң, лохотрон дейді. Иә. Сондықтан еңбек ету керек. Иә, еңбек ету керек. Еңбек бұл жерде бізде таза еңбек қой. Мысалы, қаншама мұғалімдерге мен барып, өзім мұғаліммін, физрукпын. Барам, өзім 2-ші этажда, 4-ші этажда информатик мұғалім, қазір мықты мұғалім, есімді Айдес Карна. Может, тыңдап отқан шығар эфирді. Соған барамда, Айдес Карна, сіз осы шетелге бару керексіз, круизді көру керексіз. Ол айтады, мен шетелге шығып жүрмін ғой так. Мен жаңағы Турцияға ғана барған екен бірақ. Сосын мен айтам, Айдес Карна, сіз круиздік демалысты көру керексіз ғой. Жоқ, Аян, рахмет дейді. Мені қайтарып жібереді. Бір аптадан кейін қайттан барам. Мен өзі настойчивымын, вот серьезно. Бір аптадан кейін қайттан барам, қайттан жоқ дейді. Тағы бір аптадан кейін барам, уже қасында 3-4 коллектив отырады, Салтанат Сапарген, олар тоже соның командасы болды. Сосын айтамын, получается, сол кісілер айтады, ана қара, Аян келе жатыр дейді, күледі уже мен келе жатсам. Ойлаңызшы, қайттан барам да, қайттан айтам, ол кісі кішкене қызықтырам, ана видеоларды көрсетсем, круиздің, қараңызшы енді, тоқтаңызшы, уақыт бос қой қазір, окно болып тұр ғой. Қараймыз деп отырып, күшті екен мынау дейді. Сіз де бара аласыз ғой осы жерде, елестетіңізші, жолдасыңыз екеуіңіз барып тұрсыз ғой, жасы 58-де. Сосын тұрады да, қызығып қалады да, жоқ Аян дейді. Жарайды, бір ай өтеді, 4-ші аптада барам. Аян, қоймайсың сен. Давай, қосшы мен, жарайды, көрейік осы круиздік демалысты, ағамыз екеуміз. Бірақ мен сразу айтайын, адам шақырмаймын дейді. Жарайды, қосылыңызшы әйтеуір деп қосылады. Бір ай өтеді, $100 салу керек қой, келем. Айдес Карна, $100 саласыз ба десем, ол айтады, не үшін салам? $100 салам дейді жаңа, өзі келсіз қой. Сосын басқа еще бір не бар, пример бар, тоже қазір айтып кетем. И сол кісі салады, и екінші ай тағы салады, сосын мен сол екінші айда айтам, сізде чемодан $100 тұрма деймін ғой жаңа кісіге, Айдес Карна. Ол айтады, неге ол айттың? Сала бересіз ба, өз ақшаңызды аямайсыз ба? Айналаңыздан Салтанат Сапаргер, Зарина, коллегаларыңыз тұр, өзіңіздің 2 ұлыңыз бар, жаңағы келіндеріңіз бар, олардың шыққанын қаламайсыз ба? Блин, Аян, ойландырып қойдың дейді. Сразу сол жерде $95 сатып алады. Сразу сол бір күнде 5 адамды қосып, безоплатник болды. Содан кейін $100 салып көрген жоқ. Қазір 3 жыл болды. Мен кірдім ғой инкрузға. Сразу келесі айда қосылды ол кісі январда. Мен өзім мұғаліммін ғой. Қазір мықты менің лидерларымның бірі. Представляете, то есть бірде-бір $100, 4-ші круиз тегін, саяхаттап жүр, командасы үлкен, сондай кісі да. Ал енді жаңағы бір пример, өзім настойчивый, жаңағы маркетингқа бір адам жетпей тұрған кезде, бір бөтен адам, бірақ мен жаңағы тренер болдым ғой, менің пациентім Сатбек аға деген. Сатбек аға, инкрузға тіркеліңізші, деймін ғой. Ол патриот Тараздың кісісі, шықпаймын мен ешқайда шетелге, вообще шықпаймын, Аян айтпа маған дейді. Не істеймін ана жерде, қалай уже подход? Айтам, Сатбек аға маған зарплатаға шығу керек еді, деймін ғой. Жарайды енді, зарплатаға болса, жарайды мен сені поддержать етейін дейді. Бөтен адам. Айтып тұрмын ғой, бұл жерде авторитетіңді қосу керек қой, бұл жерде, любой жерде. Қосылады, келесі айда уже білмеймін ғой қалай айтатындан $100 төледі. Вот жаңа сол ғой, жаңа есіме түсіп кеткен. И не знаю, что сказать. Звондаймын да, аға, $100 саласыз ба, сізге счет келді. Тағы ма, не үшін дейді. Мен айтам, аға, мен айлық ала алмай отырмын, маған айлық алу үшін маған керек деймін ғой. Видите қалай? Сосын ондай адамды мен ұмытпаймын, жақсылық маған жасады ғой. 3-4 айдан кейін уже арзан круиз шықты, ол енді баяғыда ғой 2023 жылы. И 2023 жылы арзан круиз шықты, броньдап көмектесем. Ана лайнерде ана кісі бірінші рет шықты ғой, бірінші рет самолет, бірінші рет паспорт, бірінші рет шетел, қызығып, вообще прям риза, ой, Аян, мынауың керемет екен ғой, деп келе салып, партнерсіз сатып алып, бәрін, балаларын тіркеп, келіндерімді көру керек, ұшылы бар, оларды бару керек, безоплатник болып, ой, 2-ші круизға барып сөйтіп. Қараңыздаршы өмірді, бұл жерде сен шешім қабылдадың ба, все, сенің қолынан келеді, бәрін айтуға болады, бәрін қосуға болады. Просто сен айта беру керек қой, айта беру керек. Ондай примерлер көп. Мысалар.
Керемет. Мына жерде Қытайдың Хайнан аралына баруға бола ма дейді. Қытайға мысалы қазір ғана бір лидер жіберді, Шанхай, Қытай, сол жақтан. Бізде 21 мың бағыт бар ғой. Өзің қарайсың, өзің іздейсің. Біз турагент емеспіз, мен сразу айтамын. Өзің үйретеміз круиз қарауды, и өзің іздейсің. Соның ішінде жаңа Хайнан бар ба, іздейсің, табасың, болды. Негізі бар да болуы мүмкін. Өйткені жаңа ғана мен бір лидерім жіберіпті, броньдапты өзі. Шанхай бар, анау бар, мынау бар, керемет маршрут. Менде бір өшіп қалмай ма эфир, бізде 1 сағаттан асып өшпей ма? Уже, Не ғой, бір кісі бар, өзім қосқам тоже личкамда, Эльмира деген. Круизден келгеннен кейін ғана маған жіберіп тұр маршрутын. Аян, рахмет саған. Бірінші круиз ғой. Күшті демалып келдік дейді. Мә, Эльмира, қайда бардың? 18 күндік круиз Африкадан бастап, анау Африка, жаңағы Сейшел ма, соның бәрін көріп, Сингапур, Вьетнам, керемет маршрут қой, китті көрген бәрі. Өзі самостоятельный прям. Представляете? Өзі броньдап, өзі регистрация жасаған ғой даже. Мен айтам, Эльмира, неге айтпайсың, мен сені сататын едім ғой? Сондай адамдар бар. Поэтому біз айтпаймыз, қалай, қайда. Біз тек көмектесеміз, өзің броньдайсың. Все, қазір енді мына жерде берейік. Айтқаныңа түсіндік, бірақ ақша жоқ тіркелетін дегенге не айтасың? Ақша жоқ тіркелетін дейді. Мен жауабым бар, сен жауабың ер азамат. Ер азамат па, или әйелден ба? Ер азаматтың мнениесін естігенін жақсы көріп тұрмын да. Айнура дейтін 25 мың теңгеге тіркелші, хотя бы. 25 мың теңге сен келіп тұрып 25 мың теңге таппасаң, онда сен арманыңда жоқ саяхатта, онда жарайды жүре бер деп айтамыз. Но армандап тұрсың ба, саяхаттаған кеп тұр ма, бәрі ұнай ма, 25 мың теңгеге тіркелші. 25 мың теңгеге тіркелген адам келесі ақ күні өзі апгрейд жасайды классикқа немесе премиумға. Потому что түсінеді ғой құндылықты. Командаңа қосып алдың, сен уже сол адаммен жұмыс жасайсың ғой. Болды. Егер ай сайын, например, по $100 жақалтаңнан шығарғың келмесе, безоплатник жаса дейсің да? Иә, ол бірінші кіріп алғаннан кейін сосын түсіндіре бастайсың ғой. Классно, өте күшті, керемет. Аян, көп жасам жерде бір қыз қоймай сұрақ қойып жатыр. Сіздің балаларыңыз бар ғой? Сіздер круизге шыққан кезде балаларын қайда қалатыны прям қатты керек болып жатыр, бір қызға бар ғой. Айта қойшы, кіммен қалатынын? Ата-анаңмен қалады ғой. Антарктидаға баратын кезде ма? Сіздер круизге кеткен кезде дейді, балаларың ата-апаларыңда қала ма дейді. Біз семейный круизға барған кезде балаларымыз сыйда алып кетеміз. Балаларымыз сол жақта аниматорлар қарайды. Ал именно Антарктидаға это романтика круиз болайын деп тұр ғой, махаббат. Сол кезде ата-анамыз қалады, иә? Ата-енем, мамам бәрі вообще қалып қарайды ғой балаларымызға. Конечно. Солай болайын деп тұр, Алла қаласа. Аллаға шүкір, керемет. Әдемі балконды брондадық, әдейі, чтобы анау айсбергті көріп, пингвинді де көріп, кашалотты көріп, китті көріп деген сияқты. Құдай қаласа енді соны Алла тағала нәсіп етсін. Постоянно дұғада тілейміз. Соны аман есен барып келейік круизімізға деп. Керемет. 18 адам болып уже маршрутқа шығып тұрсаңыздар, енді ол әдемі круиз болады ғой. Достар, в общем, достарымыз ғой. Уже план рисуем. Анау приколды білесіздер ма? Куда поедешь десе? Монако, Париж деп айтады ғой, білесіздер ма? Анау приколды. Рилс бар ғой. Иә, рилс бар. Тура сол біз туралы. Аллаға шүкір. Өйткені біз жаңа достар болып бара жатырмыз ғой. Получается, достарымыз маршрут рисует. Или через Европу поедем, или через Стамбул көреміз енді, әлі билет алған жоқпыз. Өйткені виза тапсырамыз біз Чилиға онлайн. Виза алғаннан кейін уже біз билет алып бастаймыз. Бірақ тапсырамыз. Получается, неде? Бразилияға барамыз. Буэнос-Айрестен басталады, ол бөлек қала. Оңтүстік Американың. Получается, біз бірінші Бразилияға келеміз. Бразилияда статуяны білесіздер ма? Үлкен статуя. Соған вертолетпен ұшамыз, Құдай қаласа. Сосын самолетпен ұшып, Буэнос-Айреске барып, Игуасу деген водопад бар, известный. Үлкен керемет енді, қарасаңыздар болады интернеттен. Сол жерден де вертолетпен тоже қымбат емес дейді, 70 мың теңге ғана тұрады дейма вертолет. Тоже біздің достар уже план рисует. Айтып тұрмын ғой, жаңағы Reels только про нас. Вот про нас он реально. И сөйтіп жүрейік деп жатырмыз. Сон бәрі, сосын лайнерге отырамыз, лайнермен жаңағы Антарктидаға барамыз, анда барамыз, сондай. Сосын шыққаннан кейін как раз карнавалға түседі екенбіз. Карнавал болады екен. 23 февральда ма, жаңағы, или 19 февральда ма, карнавал басталады екен.
Құдай қаласа карнавалды да көреміз. Соны Алла тағаладан сұраймыз, что бәрі сол планымыз орындалсын деп. Сіздер де Болады, тілеп болады. қойыңыздар. Конечно, конечно. Бәріміз чатта шумет етіп, сенің неңде стористарыңа вау деп не саламыз ғой, жібереміз ғой. Рас қой, енді прикиньте, біздің өмір осы ғой. Образ жизни. Мы продаем образ жизни. Мы продаем свои вот эти видео, неге жаңа статусқа салып. Қалай қызықпайсың? Қалай қызықпайсың? А сен қосылдың ба? Сені де күтіп тұр осы. Да. Сені де күтіп тұр. Керемет. Күшті, керемет. Прям дейтін бар ғой, анда сенімен бірге уже Антарктидада жүрмін, Бразилияда жүрмін, уже вертолетпенен статуяның үстіне ұшып жүрмін. Керемет, молодец. Аян, көп рахмет. Бір ауыз смс жібердім өзіңе. Ешқандай лишний сұрақ қойған жоқсың, окей дедің. Көп рахмет. Сол ниетіңе, өзіңе, командаңа осындай ашық жарқын адамдар қосыла берсін, өмірін өзгерткісі келетін, шешімді өзің сияқты тез қабылдайтын, ештеңе мойымайтын, ештеңе сынбайтын, сенмен бірге до конца бірге баратын, осындай достарың, адал партнерларың көп болсын. Енді сенің интернациональный командаңды тойлауға бәріміз бірге осы жерде куә болайық. Осы эфиріма қонақ болып келгеніңе үлкен менің апалық, енді сестра ғой, бізде апа дейді, сестраны. Өзінің как әпкелік, апалық тілегім бар. Көп рахмет. Прям менің рангіме қараған жоқсың, былай қарасаң да. Сіздердің ранг деген әдемі ранг, былай қарасаңыз. Менде де ештеңеден қысылған жоқпын, себебі ол өте керек өсу керек осылай деп мен шештім, себебі өзіңді мен бірталай рет жаңа неден сторисыңнан қарап жүрдім, менің алдымнан шыға берді сенің рилстарың. Сол кезде вот физкультурадан бергеніңді тыңдап алдым да, сол менің планыма түсіп кетті, и сол планым бойынша саған шыққан жағдайым бар. Көп рахмет. Осылай істей беріңіз, ары қарай жалғастыра беріңіз. Осы істеп жатқан істеріңіздің Алла тағала көріп, сізге осы береді. Осылай істей беру керек. Рахмет. Бәріміз солай өстік. Мен де сеньор болған кезде де, маркетинг болған кезде де уже әркіммен видео түсіріп бер, видео жібер, сөйтіп танысып, солай өстік қой, әлі де солай өсіп жатырмыз ғой. Так что давайте сізге де топ-лидерский ранг тілеймін. Тезірек, прям топ-лидер болыңыз, командаңыз өсе берсін, спорт болыңыз. Жаным бақытты бол. Келесі кездескенше интернациональная команда деп тұрыңыздар. Аумин. Обязательно жаңа айтқан сеньор маркетинг директорларыңыз өсе берсін, олар да топ-лидер болып, бәріміз бірге топ-лидерскийда жүрейік, Алла берді. Жаңа сенен өзіме лично күшті инсайттар алып алдым. Жасамай жүрген дүниелерімді мен жайлап түртіп алдым да, отырып техничный түртіп алдым бәрін. Ал осындай инсайттармен өсеміз бәрімізде. Рахмет көкесі. Ал, пока-пока деп. Ана X-ті баса бер, мен сосын аяқтаймын. Жақсы. Осымен біздің бүгінгі эфиріміз аяқталды, достар. Өздеріңізге пайдалысын алып, пайдасын шығарып тастай қойыңыз. Прям сондай эмоцияға толы, өзіммен действительно менің жаңағыдай ішінен еркелігім қосылып кетті осы жерде, да, бүйткен бұзықтығым қосылып кетіп жатыр, себебі Аян сондай прям эфирді жандырып жіберді. Маған сондай адамдар не істесе, өзіммен сәйкес келетін адамдар кездессе, менде уже бәрі оянып кетеді осылай. Ал сіздермен бірге болғаныма өте қуаныштымын. Келесі эфирде жолыққанша өздеріңізге пайдалы эфир болсын деп тілеймін бәріңізге. Пока-пока. Эфирді сақтап қоямын.